Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен лаваштан өзіміз чипсы дайындаймыз. Ол үшін сұйық май қажет болады. Қызыл паприка, тұз және кепкен чеснок дәмдеуші. Ең алдымен лавашты осындай бөліктерге бөліп турап аламыз. Бірігіп тұрған лаваштарды мүмкіндігінше ажыратып, араластыруға дайындаймыз. Ең алдымен сұйық майымызды, тұзды, паприканы және кептірілген чеснокты қосып жақсылап араластырамыз. Содан кейін формамызға осылай араларын ашып жайып, қызып тұрған пешке 3-4 минут шамасына пісіріп аламыз. Келесі екінші соусымызды дайындаймыз. Ол үшін қаймақ, аскөк және қара бұрыш қажет болады. Ең алдымен аскөгімізді осылай өте ұсақтап турап аламыз. Қалған барлығын қосып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін соусымызды бірден лавашқа құюға болады, бірақ лавашты сіз жайып болғанша барлығы бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Немесе әрқайсысын бөлек-бөлек алып, соусқа батырып, содан кейін формаға қоюыңызға болады. Мінекей осындай чипсы дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Зияны әлде қайда аз чипсыды дайындап көріңіз. Менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.